Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді және денсаулыққа пайдалы тосап жасап көрсетемін. Көктем айларында дәрумендер адамдарға өте қажет. Бұл тосапты тұмау кезде, жөтелген кезде ыстық шаймен қабылдаған жөн. Адам денсаулығына өте көп пайдасын тигізеді. Бұл тосапты дайындау үшін маған қажетті заттар: 1 алма, 1 лимон, 1 апельсин және де 1 килограмм қант қажет болады. Алдымен лимонды үкіштен өткіземіз. Лимонды үкіштен өткізіп болдым. Ендігі кезекте апельсинді да осылайша үкіштен өткіземіз. Апельсинімізді өткізіп болдық. Ендігі кезекте алмамызды тазартып аламыз. Оны үкіштен өткіземіз. Алманы үкіштен өткізіп болдым. Енді оның үстіне 1 килограмм қантымызды саламыз. Және де араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 30 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Яғни қант еру қажет. Содан кейін тосапты газге 15 минут қойып қайнатып алдым. Қайнағаннан кейін тосапты 15 минутқа суытып қоямыз. Достар, біздің тосабымыз дайын болды. Денсаулыққа өте пайдалы. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алыңыз үшін міндетті түрде подписация мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.